Құрметті Талдықорған агротехникалық колледжінің ер азаматтары, сіздерді 7 мамыр Отан қорғаушылар күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Аға ұрпақ пен жас буынның отанымызды қорғап, қызметте айтулы үлес қосқанын біз әрқашанда мақтан тұтамыз. Еліміздің өркендеу жолында атқарып жатқан игі қызметтеріңізге табыс, отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық, мол бақыт пен бейбіт ғұмыр тілеймін. Еңселеріңіз биік, мерейлеріңіз үстем болсын. Отанға адал, елге қайырымды, отбасына мейірімді болыңыздар. Жүректеріңіз оттай лаулап, жандарыңыз әрдайым жас болсын. Қайратты, мақсатты болыңыздар. Еңбекте табыс тілеймін. Таусылмайтын дәулет, арылмайтын бақыт тілеймін. Әрдайым нәзік жандарға тірек болып, алақандағы гүлдеріңізді аялап жүріңіздер. 7 мамыр отан, мемлекеттік мүдде, саяси қауіпсіздік пен дербестікті қорғайтын отан қорғаушылар күні. Бұл күн бейбіт елдің тыныштығын әуеде, құрлықта, теңізде қорғап, өз тағдырын ел тағдырымен байланыстырып жүрген әрбір әскери қызметші үшін ерекше күн. Сіздерге қажымас қайрат, талмас талап, сарқылмас күш-жігер тілеймін. Дендеріңізге саулық, бастарыңызға амандық, отбасыларыңызға береке, жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Жерім мен елін оң қорғаған, ар-намысын жерге тастамаған, азамат болып арды ақтар, қатар тұрып сарбаз боп аттанған. Алғыс айтамыз ерлерімізге, тыныш өмір мен бейбітшілікке. Ал қане сапқа тұрыңдар, жерді қорғаңдар, намыс сақтаңдар. Халықтың мақтанышы боп, қазақ жердің ардақты батыры сен бол. Жолдарың әрдайым ашық болсын, жүректерің әрқашан таза болсын. Сендер азат етер адамзатты, қазақ елінің азаматтары. Алғыс айтамыз ерлерімізге, тыныш өмір мен бейбітшілікке. Ал қане сапқа тұрыңдар, жерді қорғаңдар, намыс сақтаңдар.